Армысың қазақ елі, назарда экспресс жаңалықтар, менде бар болғаны 1 минут, бастайық. Пайдаланылмай жатқан жерлер мемлекетке қайтарылады. Яғни банк кепіліндегі немесе қаржылық ұйымдардың меншігіндегі пайдаланылмай жай тұрған жерлер мемлекет тарапынан мәжбүрлі түрде тартып алынады. Қайталап айтам, мемлекет сатып алмайды, мәжбүрлі түрде тартып алады. Банктердің жағдайы шамасы осындай болып тұрау. Ақпаратты естігенде. Бұл ақпарды Қазақстанның жерді пайдалану және қорғау жөніндегі бас мемлекеттік инспектор айтты. Мұрат Теміржанов Фейсбукте пост жариялаған болатын. Оны не үшін тартып алып жатыр деген сұрақ туды ма көкейіңізде? Вот с этого момента попадаю. Қарапайым халыққа, егіншілер мен диқаншыларға жер жетпей жатыр. Банктерден тартып алынған жер соларға беріледі. Пост астындағы комментарийлерде адамдар қолдау білдіріп, қай аймақтарда 20